Сәлем, тағдырлар анасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ауылға алғаш келген 4 Жигулидің бірін әкем сатып алды. Қуанышымызда шек жоқ. Үйтпегенде ол кезде мұндай бақ екінің біріне бұйыра бермейтін. Машина алу үшін өкіметтің қоятын талабы зор еді. Алдымен ұзын сонар кезекке тұруың керек. Сосын еңбек озаты болуың шарт. Әрине, жиған терген ақшаң дайын тұрғаны құп. Әкем бұл талаптардың бәріне өткен секілді, жасыл жапырақ түстес Жигулиді біздің үйдің ауласында тұрды. Өзі сондай әдемі. 50 жыл өтсе де жақыраған номері есте қалыпты. Мәшине алдық. Енді оны кім жүргізеді деген сұрақ туындағанда көмілжіп төмен қарап қалғанымыз да рас. Біз әлі баламыз. Әкем жас кезінде трактор айдағаны болмаса, мұндай тұлпар мініп көрмеген. Жасыл Жигули есік алдында бір ай қаңтарылып тұрды. Сосын әкем ауыл шетіндегі жұмысына жайлап жүргізіп баратынды шығарды. Жалғыз бармайды, үйдегі 5 ұлдың біреуін отырғызып алады. Бір көшемен барып, сол көшемен қайтады. Гай дегендер ол кезде ауылда сирек келеді. Жай келмейді, еркінсіп кеткен шопырларды қырып кетеді. Сол кезде Ғафур деген Гай инспекторының атын Нарынқұлда дүрілдеп тұрады. Өзі қазақ емес, қатал. Қадалған жерінен қан алатын қатыгез десетін. Зәбір көрген шопырлардың айтуынша түрі өте сұсты. Шапайдікіндей жоғарыға ширатылған мұрты бар. Әкі көке дегенді түсінбейді. Праваңды тартып алып, машинаңды қамап тастайды. Кейде шопырлардың өзінде қамайды. Қойшы әлгі бәленің атын естігенде, шопыр емес, біздің зәре құтымыз қалмайтын. Бір күні әкем мені машинасына отырғызып алды. Жасыл Жигулимен Нарынқұлдың көшесінде жайлап жүріп келеміз. Кенет әкем тежегішін басып, машина кілт тоқтады. Қап, мына бәле қайдан шыға келді? Енді қайттық. Сыртқа қараса мұрты аспанға атылып, милиция формасында біреу тұр. Сол ғой, сол, Ғафур. Ала таяғын көтеріп шікірейеді өзі. Әкем барып қолын созып еді, алмады. Құжат сұрады. Әкем бірдеңе деп ақталып жатыр. Көзіме жас толып шыға келді. Ес кіріп қалған баламын ғой. Бір жамандықты түйсігім сезгендей. Бітті. Енді мынау әкемді қамайды дедім іштей. Бір кезде ана Дүлей әкемнің қолынан тартып, бір жаққа сүйрей бастады. Машинадан шыға Ғафурдың аяғына жармастым. Бақырып жылап жүрмін. Әкемді босат дегенім ғой. Менің бақырғаным анаған кәдімгідей әсер етті. Әкемнің қолын босатып, қарқыны кәдімгідей бәсеңдеп қалды. Осы сәтте жолдың жиегінде сүліктей қара Волга келіп тоқтады. Ол кезде мұндай машинамен аудан басшылары ғана жүретін. Қара Волгадан түскен орта бойлы жас жігіт бірден әкеме беттеді. Аға, қалыңыз қалай? Мені таныдыңыз ба? Деп өзі үрпейіп тұрған әкемді құшақтап жатыр. Таныдым, деді әкем, таныдым. Екеу жағдай сұрасып біраз тұрды. Сәлден соң әлгі жігіт Ғафурға бұрылды. Мен осы ауданның жаңа басшысымын. Мына кісіге неге ұрсып тұрсыз, деді. Қалтасынан қызыл куәлігін шығарып. Өзіңнен зор шықса, екі көзің сонда шығар дегендей, орысша айтылған мына сөзден соң Ғафурымыз кекештеніп састы да қалды. Әп сәтте сымдай тартылып әлгі кісіге шест берді. Сосын бұл кісінің жүргізуші куәлігі жоқ деп міңгірлеген есімде. Бұл кісі адал кісі, өтірік айтпайды, деді ауданның жаңа басшысы түрін суытып. Құжатында ұмытып қалған шығар. Сен қазір үйіне дейін шығарып сал. Кешірім сұрауды ұмытпа. Ғафурымыз зыр жүгіріп кетті. Әлгі кісі әкеммен жылы қоштасып, ертеңіне қабылдауына келіп, сұрап, қара Волгасына мініп кете барды. Ғафурымыз елпектеп үйге дейін еріп келді де, кешірім сұрап жөніне кетті. Әке деймін, қорқынышым басылып. Жүрегім орнына түскен соң, жаңағы бастық сізді қайдан таниды? Әкем жымиып отырып әңгімесін бастады. Жастау кезімде колхоз алғаш келген тракторды тізгіндедім, дейді әкем алыста, қалған сағым жылдарын еске алып. Еңбек озаты болдым. Коммунистік партияға мүшелікке өттім. Осыдан 10 шақты жыл бұрын өзің көрген жігіт біздің ауылға агроном болып жұмысқа келді. Жап жас, оқуда жаңа бітірген маман. Өзі басқа жақтың баласы екен, руы да бөлек. Ал біздің ауылда бір ғана атаның балалар тұрады. Бәрі бір-бірімен туысқан. Біздің ауылдағы атқамінер ағайындылар жақтырмады. Өзі біздің рулас ағанымыздың орнына келді, әрі бөтен ауылдың баласы дегендей. Көп кешікпей әп-әдемі жұмыс істеп жатқан баланың үстінен жоғарғы арыздар ұйымдастырыла бастады.
Қайта жазыла берген соң жоғары жақта шыдамады білем. Ауылға бір топ адам комиссия болып дүркірепке жетіп келді. Колхоздың кеңсесіне коммунистерді жинап, жас агрономның ісін қараған жиналысын өткізді. Байғұс баланың жұмысында кінә таппаған ағайын оның жеке өмірінен түрлі кемшіліктерді тізіп көрсетті. Әлдебір келіншектің артынан қалмай сөз салыптымыз. Енді біреудің қызына қырындапты, тағы біреу боқтап жіберген дегендей. Оған куә адамдар да табыла қойыпты. Көпшілікке қарсы уәж айта алмай, жалғыз қалған баланың жағдайы қатты қиындады. Сол жерде оны партиядан шығарып, жұмыстан қуу жөнінде мәселе көтерілгенде шыдамай сөз алып араша түсуге тура келді. Мұндай жерде шындықты айтылуы тиіс. Мен жүректің әмірімен жүретін адаммын, жүрегім солай дейді. Қабақтарынан қар жауған комиссия мүшелері мен қалың туысқанның алдында шындықты айттым. Агроном жігіттің кінәсі жоқ екенін, жұмысына мығым, білімі жоғары, тек осында отырғандармен рулас болмағандықтан жаланың құрбаны болып бара жатқанына ашып айттым. Өзімнің де арайс қойлармен аталас екенімді айтуды ұмытпадым. Осыдан соң комиссияның беті бері қарап әлгі баланың партияда қалдырды. Жұмыстан да шығармады. Өзі бір айдан соң көрші ауылға жұмысын ауыстырып кетіп қалды. Содан кейін оны көріп отырғанын бүгін балам. Әке деймін, енді бұл кісі әлгі арыз жазған туысқандардан өшін алатын шығар. Ол енді өзінің өз шаруасы. Ел басқаратын ел болса ондай ұсақтыққа бармайтын шығар. Туысқандарым да кейін өз қателіктерін түсініп, маған деген реніштерін қайтып алды. Кешірімді болған дұрыс мұндайда балам. Әңгімеге мынадан бері мұқият тыңдап отырған шешем араласты. Жақсы болған екен, ертең ол кісінің қабылдауына барған дұрыс қой. Бір кездері жасаған жақсылығының қайтарымы деп жақсы қызметте ұсынып қалар. Жоқ, бармаймын деп шорт кесті әкем. Мен одан ештеңе сұрамаймын. Бір кездері біреуге жақсылық жасадым екен деп, одан бірдеңе дәмету бейшаралық, тіпті ұят нәрсе. Ал адамға жасаған жақсылығын Құдайдан қайтады, болды. Коммунист әкем осылай деді. Ол кезде баламыз ғой, түсінбеген шығармыз. Енді міне әкеміздің жасына келгенде, ой елегінен өткізіп қарасам, коммунист әкем сол кезде Құранның сөзін айтыпты. Айтпақшы, хабарда жүргенімде әлгі аудан басшысымен кездесіп қалғанымыз бар. Зейнетке шығып, бір бағдарламаға түсуге келген екен. Амандасып, Сқабалдың баласы екенімді айттым. Құшағына алып, маңдайымнан сүйіп, сенің әкең мәрт адам еді. Әкеңе тартсаң жаман болмайсың деп батасын берді. Әкем туралы айтқан осы бір ауыз сөз құлағымды кетпестей болып қалды. Менің әкем мәрт адам.